Баршаңызға қайырлы күн, дәмді асхана каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді әрі оңай тез дайын болатын сырниктардың рецебімен бөлісетін боламын. Менің каналымда сырниклардың жасалу рецебі әрине бар, ол жерде ұн қосып жасағанмын. Бұл жолы сіздерге манная круппа қосып жасалу жолын көрсететін боламын. Ол үшін бізге бір жұмыртқа, бір ас қасық қант, манная круппа және сүзбе қажет болады. Сүзбенің мейлінше құрғақтау болғаны жақсы. Осындай құрғақ сүзбеміздің үстіне бір жұмыртқамызды және оның үстіне бір қасық қантымызды және 2,5 қасық манная круппамызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Өте дәмді болып шығады, сіздерге де кеңес беремін. Дәл осы рецеппен жасап көріңіздер. Менің отбасыма қатты ұнады. Бір жасағаннан балаларым жеп қойды. Енді оның үстіне сіздердің жаңағы сүзбелеріңіздің сұйықтығына қарай, егер құрғақтау болса 2 қасық, егер сәл сулылау болса, онда 2,5 қасық салып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Блендердің көмегімен де жақсылап майдалап алсаңыздар болады. Егер сүзбелеріңіз қатты құрғақ болып жатса, міне осылай барлығын бір тегіс етіп араластырып, бетін пищевой пленкамен жауып, 15 минутқа тындырып қойып қоятын боламыз. Он 15 минуттан кейін сырниктарымызды жасауға кірісетін боламыз. Алдыменен осылай ұнымызды сеуіп алып, сырниктарымызды қолымызбен шамалап, көз мөлшерде қолымызбен алып, осы ұнның бетіне сәл ауната отырып, дөңгелек пішінге келтіріп аламыз. Егер де сіздер сырниктарыңыз үлкендеу, қалыңдау болатын болса, онда сәл жаңағы сүзбемізді көбірек алатын боламыз. Мен енді ондай қатты үлкен қалың қылып жасаған жоқпын. Әдетте маған осындай жұқалау болған ұнайды. Енді ол өздеріңіздің қалауларыңызға қарай жасайсыздар. Міне осылай дөңгелетіп алып, ұнның көмегіне ауната отырып, кез келген стақанның көмегімен немесе қолдың немесе пышақтың көмегімен осылай шет-шетін айландыра отырып дөңгелек пішінге келтіріп аламыз. Барлық сырниктарымызды міне осылай жасап шығатын боламыз. Сырниктарым дайын болды. Міне осылай бір тақтайдың бетіне барлығын дайындап аламыз. Енді алдын ала пешімізге табамызды қойып, оның үстіне майымызды құйып, майымызды қыздырып алатын боламыз. Бастапқы кезде майымызды қаттырақ қыздырамыз. Кейін осылай сырниктарымыздың барлығын салғаннан кейін жай отта пісіретін боламыз. Міндетті түрде отымызды жай қойып қоямыз. Міне осылай барлығын салып, бетін жауып 10-15 минут пісіріп алатын боламыз. Сырниктарымның асты осылай піскеннен кейін оны келесі бетіне аударып, келесі бетін пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай сырниктарымыз өте әдемі болып, бір тегіс етіп, міне осылай шашылмай аударылып жатыр. Осылай келесі бетінде пісіріп алатын боламыз. Бетін жауып, тағы да 10-15 минут пісіретін боламыз. Сырниктарым дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, түсі де өте керемет болып шықты. Сіздерге де кеңес беремін. Дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Өте дәмді, жұмсақ болып піседі. Әдетте мен үйде көп жағдайда, егер сүзбе бола қалған жағдайда, үнемі осы сырниктарды жасаймын. Өте керемет болып шығады. Сырниктардың рецебінің ішінде осы рецеп өте сәтті шықты. Сіздерге де кеңес беремін. Дәл осылай жасап көріңіздер. Егер жасап жатсаңыздар, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған
дәмді асхана каналы.